Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Жалғанды жалпағынан басқан дейміз бе? Соңғы кездері Назарбаев әулетіне қатысты бұрын-соңды құпия болып келген тың дүниелер айтылуда. Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеу департаменті Болат Назарбаев пен оның экс-әйелі Майра Құрманғалиеваға қатысты рейдерлік бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Казачко офсайт телеграм арнасының хабарлауы бойынша құзырлы органдарға тиісті мәлімдемені Нұрша Кәкенов берген. Ол Каруан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшыларының бірі болғанын, бірақ оның үлесін тартып алып қойғанын жазды. Арызданушы шығыны 150 миллион долларға бағаланыпты. Ашық деректерге сәйкес Каруан Маңғыстау облысында марганец өндірумен айналысқан. Егов KZ порталының хабарлауы бойынша 2006 жылдың басында Нұрша Кәкенов серіктестік иелерінің бірі болған. Бірақ сол жылы бірінші президенттің інісі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысы болып қалған. Референдум арқылы кезінде өз отбасын заңмен қорғап қалғысы келген Нұрсұлтан Назарбаевтың енді ешқандай құқықтық билігі қалмағанын білеміз. Ал туған бауырының жағдайы енді не болмақ? Халық кешіре ме? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз ағайын.